мына есепте бізге дұрыс рационал бөлшек берілген, соның алғашқы интегралын не істеуіміз керек, табуымыз керек. Бұл есепті шешудің біз қазір екі әдісін қарастырып көреміз. Бірінші әдісі ол айнымалыны алмастыру әдісі. Енді бұндай бөлшектердің барлығын айнымалыны алмастыру тәсілінің көмегімен шығаруға болады деген сөз емес. Қазір бұл бөлшек айнымалыны алмастыру тәсіліне әдемі келіп тұр қазір. Т деп x квадрат минус x минус 6 өрнегін белгілеп алайық. Жаңа айнымалы енгіземіз. Онда dt бізде dx квадрат минус x минус 6-ға тең болады. Ол x квадрат минус x минус 6-ның туындысы көбейтілген dx-ға тең. x квадрат минус x минус 6 туындысы сәйкесінше 2x минус 1-ге тең dx. Бұдан біз мына нәрсені көріп тұрмыз. Мынау 2x минус 1 көбейтілген dx, ол бізде dt-ға тең. Ал x квадрат минус 6 ол t-ға тең. Онда осы алмастырудан кейін біздің интеграл мына түрге келеді. Интеграл dt бөлінген t. Яғни x квадрат минус x минус 6-ның орнына t-ны қойдық. 2x минус 1 dx-ның орнына dt-ны қоя аламыз. Бұдан мынау интеграл, кестелік интеграл, ол натурал логарифмге тең екенін білеміз. Қосылған c. Енді t-ның орнына қайтадан x квадрат минус x минус 6-ны қоятын болсақ, онда біздегі алғашқы функция интегралдың шешімі x квадрат минус x минус 6 плюс c-ға тең болады. Бұл осы есепті, дәл осы есепті осындай әдіспен оңай не істеуге болады, шығаруға болады. Енді біз осы бөлшек, дұрыс бөлшек рационал көрсеткіш, дұрыс рационал бөлшекті интегралдаудың басқа әдісін істеп көрейік, қарастырып көрейік. Екінші әдіс, тура осы есепті шығарудың екінші әдісі. Ол үшін былайша қарап отырсаңыздар, бөлшектің алымының дәрежесі бөлімінің дәрежесінен, яғни көп мүшеліктің дәрежесі, ал бөлімінің дәрежесінен кішкентай болғандықтан алымын бөліміне біз бір жерде бөле алмаймыз. Бұл сондықтан дұрыс бөлшек болып табылады. Егер бұрыс бөлшек болғанда біз бірінші бөліп алатын едік. Енді мына жерде уже бөлінбейді, сондықтан біз бұны не істейміз? Мынандай әдіспен шығарамыз. Бірінші бөлшектің бөлімі көбейткішке не істелу керек? Жіктелу керек. Көбейткішке жіктеле ме, жіктелмей ме, соны қараймыз. Ол үшін бөлшектің бөлімін 0-ге теңестіріп, теңдеуді шешіп алайық. Дискриминант 1 қосылған 24 тең 25. x1 тең 1 плюс 5 бөлінген 2 тең 3. x2 тең минус 2 болады. Сонда біз мына бөлшектің бөлімін былай деп не істей аламыз, жаза аламыз. 2x минус 1 бөлінген x алынған 3, x қосылған 2 dx. Яғни біз бөлшектің бөлімін көбейткішке жіктедік. Енді бұл бөлшек бөлімі көбейткішке былай жіктеліп тұрса, онда бұны, бұл бөлшекті біз бөлімдері x минус 3 және x плюс 2 болатын екі бөлшектің қосындысы түрінде жазаламыз деген сөз. Бірақ бұл бөлшектердің алымдары неге тең екенін біз білмейміз. Ол алымдарын біз әзірше белгісіз коэффициенттермен не істейік? Өрнектейік. А және Б. Енді басқа күрделірек жағдайда А мен Б-ның орнына басқа өрнектер болуы мүмкін, егер мына жерде. Біз қазір дәл осы бөлшекте үйістіп жазамыз. Енді А және Б коэффициенті неге тең екенін білу үшін біз қазір мынау екі бөлшекті ортақ бөлімге келтіріп не істейміз? Бір-біріне қосамыз. Яғни мынау бөлшектің алым мен бөлімін x плюс 2-ге көбейтеміз. А көбейтілген x плюс 2 бөлімде x минус 3 көбейтілген x плюс 2.
қосылған екінші бөлшектің алым мен бөлімін x минус 3-ке көбейтеміз. Сонда b көбейтілген x минус 3 бөлінген x минус 3 көбейтілген x плюс 2. Яғни екі бөлшек ортақ бөлімге келді. Енді екеуін бір бөлшек түрінде жазаламыз. a көбейтілген x плюс 2 қосылған b көбейтілген x минус 3 бөлімі x минус 3 x плюс 2. Енді бұл бөлшек мынау біздің бастапқы бөлшекке не болу керек? Тең болу керек. Мынау бөлшек пен мынау бөлшек екеуі тең. Бұл өрнектердің бөлімдері өзара тең болып тұр. X минус 3 пен x плюс 2-ның көбейтіндісі. Онда бұл екі бөлшек тең болу үшін олардың алымдары бір-біріне тең болу керек. Яғни a көбейтілген x плюс 2 қосылған b көбейтілген x минус 3 тең болу керек 2x минус 1-ге. Осы теңдікті қанағаттандыратын біз a және b коэффициенттерін табуымыз керек. Енді бұны шығару үшін біз қазір жақшаны ашып алып, ұқсас мүшелерді біріктіріп, сәйкес коэффициенттерді теңестіру арқылы теңдеулер жүйесін шығарып есептеуімізге болатын еді. Бірақ одан бөлек тағы оңай тәсіл бар. Бірінші, біз бірінші жақша қай кезде 0-ге тең болатын x-ті не істей аламыз, тауып аламыз. Бірінші жақшаны 0-ге теңестіретін x-ті. Ол минус 2. X-ның орнына минус 2-ні қоямыз осы жерде. Онда a көбейтілген 0 болады, плюс b көбейтілген минус 5 болады, минус 2 минус 3 тең минус 2 көбейтілген 2 минус 4, мынау минус 1-мен ол минус 5 болады. Енді a-ға көбейтілген 0, ол 0 болып кетеді. Осы жерден біз b коэффициентінің неге тең екенін ести аламыз, оңай таба аламыз. b коэффициенті бізде 1-ге тең болады. Енді x-ның орнына мынау екінші жақшаны 0-ге теңестіретін мәнді қою арқылы, яғни 3-ті қою арқылы, 3 алынған 3 0 болады ғой. Біз мынандай теңдік аламыз. a көбейтілген 3 қосылған 2 ол 5 болады, плюс b көбейтілген мынау жақша 0-ге тең болады, тең екі жердегі 3-ім 6, одан 1-ді алсақ 5 болады. Бұл теңдіктен біз a коэффициенті ол да 1-ге тең болатындығын естеміз, табамыз. Енді a-ның орнына b1, b-ның орнына 1-ді қоятын болсақ, онда бізде мынандай өрнек шығады. 1 бөлінген x минус 3 қосылған 1 бөлінген x қосылған 2. Сонда біз мынау екі бөлшектің, қарапайым бөлшектің қосындысы түрінде не істей аламыз, жаза аламыз. Қазір шынында да мынау екі бөлшекті бір-біріне қосатын болсақ, 1 бөлінген x минус 3 қосылған 1 бөлінген x плюс 2 тең ортақ бөлімге келтіріп x плюс 2 қосылған x минус 3 бөлімінде x минус 3 көбейтілген x плюс 2 жазатын болсақ, бұл 2x минус 1 бөлінген мынау жақшаны бірден ашып тастайтын болсақ, x квадрат минус x минус 6. Яғни мынау бөлшекке келеміз қайттан. Есептің басында берілгенде. Сонда біз мынау интегралды табу үшін біз былай істей аламыз деген сөз. Қазір мынаны былай деп жазайық. Тең интеграл жақша ашылған. Жаңа a мен b екеуі де бізге 1-ге тең болды. 1 бөлінген x минус 3 қосылған 1 бөлінген x қосылған 2 dx. Осындай болды ғой. 1 бөлінген x минус 3, 1 бөлінген x плюс 2. Енді екі
бөлшектің, қарапайым бөлшектің қосындысы түрінде жазғаннан кейін біз интегралдың қасиеті бойынша мынандай x минус 3 dx қосылған интеграл 1 бөлінген x қосылған 2 dx. Осындай екі интегралдың қосындысын жеке-жеке не істесек болады, есептесек болады. Енді бірінші интеграл ол натурал логарифм x минус 3-ке тең. Қосылған екінші интеграл ол натурал логарифм x қосылған 2-ке тең плюс c дей саламыз. Енді логарифмдердің қасиеті бойынша біз мынау x минус 3 және x плюс 2 екі логарифмді көбейту арқылы біріктіре аламыз. Ал бұл көбейтетін болсақ x квадрат минус x минус 6-ға тең болады. Бағанағы біз алмастыру арқылы шығарған интегралымыз не істеп тұр, шығып тұр қайттан. Бұл яғни екінші әдісі, екінші тәсілі. Енді келесі мысалды қарастырайық. Келесі мысалда мына жерде біз алмастыру тәсілін бұл жерде қолдануымыз қиындау. Өйткені қазір жақшаны ашатын болсақ, бөлшектің бөліміндегінің өрнектің туындысы алымындағы өрнекке тең болмай қалуы мүмкін. Сондықтан бұл жерде бірден не істейміз? Екі бөлшектің қосындысы түрінде жазып көреміз. X минус 8 бөлінген x плюс 1 көбейтілген x минус 2 тең a бөлінген x плюс 1 қосылған b бөлінген x минус 2 ортақ бөлімге келтіреміз. a көбейтілген x минус 2 плюс b көбейтілген x плюс 1 бөлімінде x плюс 1 көбейтілген x минус 2 болады. Мынау екі бөлшек біріне тең болу үшін олардың алымдары тең болу керек. Яғни a көбейтілген x минус 2 қосылған b көбейтілген x плюс 1 тең болу керек x минус 8-ге. Осы жерде бірінші x-тің орнына 2-ні қойып көрейік. Мынау жақша 0-ге тең болатындай. Онда a көбейтілген 0 плюс b көбейтілген 3 тең 2 алынған 8 болады. Бұл жерден біз b-ның мәнін оп-оңай таба аламыз. Мынау 0-ге тең болып кетеді. Минус 6-ны 3-ке бөлсек, минус 2. Арғай x-тің орнына енді минус 1-ді қойып көрейік. Онда a көбейтілген минус 3 болады, плюс b көбейтілген 0 тең минус 1 алынған 8 болады. Енді сонда минус 3a бізде минус 9-ға тең болады. Бұдан a тең болады 3-ке. Сонда біз мынау a-ның орнына 3-ті, b-ның орнына минус 2-ні қойсақ, біз x минус 8 бөлінген x қосылған 1 көбейтілген x минус 2 бөлшегін 3 бөлінген x плюс 1 алынған 2 бөлінген x минус 2 екі бөлшек түрінде не істей аламыз, жаза аламыз. Олай болса біз мынау интегралды қоятын болсақ, осы жерге бұл интегралды былай деп жаза аламыз. Екі интегралдың қосындысы түрінде 3dx бөлінген x плюс 1 қосылған емес, алынған интеграл 2dx бөлінген x минус 2. Әр интегралды жеке-жеке есептейтін болсақ, мынау 3 ln x плюс 1 модуль алынған 2 ln x минус 2 плюс c. Міне осы жауап болады. Енді интеграл логарифмнің қасиеттерін қолданып, мынау екі логарифмді біріктіріп жіберсе де болады. Үйтіп қалдырса да болады. Біріктіретін болсақ, онда мынандай өрнек шығады. Тең логарифм x плюс 1-дің кубы бөлінген x минус 2-ның квадраты плюс c. Енді келесі мысалды қарастырып көрейік. Мынау интегралды есептеу үшін біз интегралдың астындағы мынау рационал бөлшекті
қосылғыштарға не істеп көрейік, жіктеп көрейік. Ол үшін x плюс 4, 2x минус 1, x плюс 1-дің бұл жерде енді квадраты болып тұр. Бұл кезде біз белгісіз коэффициенттер әдісімен бұны қосылғышқа жіктеу үшін мынандай бөлшектердің қосындысын қарастырамыз. Плюс b көбейтілген x плюс 1 және плюс c көбейтілген x плюс 1-дің 2 дәрежесі квадраты. Егер мына жерде 2 дәреженің орнына куб тұрса, біз мынарға қосылған d бөлінген x плюс 1-дің кубы деп тағы не істейтін едік, қосатын едік. Яғни осы түрде іздейміз. Енді осы бөлшектерді ортақ бөлімге келтіреміз. Бірінші бөлшекті x плюс 1-дің квадратына көбейтеміз. a көбейтілген x плюс 1-дің квадраты. Плюс екінші бөлшекті x плюс 1-ге және 2x минус 1-ге көбейтеміз. Көбейтілген b. Қосылған үшінші бөлшекті 2x минус 1-ге көбейтеміз. Көбейтілген c. Сол кезде бөлімі 2x минус 1 x плюс 1-дің квадраты болады. Енді бұл екі бөлшек біріне тең болу үшін олардың алымдары бір-біріне тең болу керек. Мынау бөлшек пен мынау бөлшек тең болу үшін олардың алымдары бір-біріне тең болу керек. Сонда x плюс 4 тең болу керек. a көбейтілген x плюс 1-дің квадраты плюс b көбейтілген 2x минус 1 көбейтілген x плюс 1 плюс c көбейтілген 2x минус 1. Енді бірінші x-дің орнына минус 1-ді қойық. X-дің орнына минус 1-ді қойсақ, онда мынау x плюс 1-іміз 0 болады, мынау x плюс 1-іміз 0 болады. Сонда мынау екі қосылғыш 0 болып кетеді, бізде тек қана c-ға байланысты өрнек қалады. X-дің орнына минус 1-ді қойсақ, минус 1 минус 2 болады, мына минус 1 мен ол минус 3 болады. Мына жерде x-дің орнына минус 1-ді қойсақ, x плюс 4-іміз бізде 3-ге тең болады. Бұдан біз c-ның минус 1-ге тең екенін табамыз. Ары қарай. Енді x-дің орнына мынау бөлшек 0 болатындай 2-ден 1-ді қойып көрейік. Онда біздің бірінші жақшамыз x-дің орнына 2-ден 1-ді қойсақ, 2-ден 1 қосылған 1 ол 2-ден 3 болады. 2-ден 3-тің квадраты көбейтілген a. Мынау 2x минус 1 0-ге тең болады. Мынау да 2x минус 1 тең 0 болады. Сондықтан бұларды не істемейміз, жазбай қоямыз. Тең. Енді 4-ке 2-ден 1-ді қоссақ, 2-ден 9 шығады. Бұдан 9 бөлінген 4 a тең 9 бөлінген 2 болып тұр. Бұл жерде біз a 2-ге тең болатындығын не істейміз, оңай анықтай аламыз. Енді c коэффициентін табу үшін біз x-дің орнына кез келген бір мән қоя салайық. Мысалға 0-ды қойып көрейік. Онда мынау бізде a болады. Мынау өрнек бізде 1 минус 1 минус b болады. Мына жерде де минус c болады. Минус 1 болып кетеді. Тең x-дің орнына 0-ды қойсақ 4 болады. Енді біз a мен c-ның неге тең екенін білеміз. a 2-ге тең, c минус 1-ге тең. Орнына қоятын болсақ, a алынған b алынған минус 1.
аның орнына 2 қойсақ, сонда бізде 3 алынған b тең 4 болады. Бұдан біз b-ның минус 1-ге тең болатындығын анықтай аламыз. Бұдан b минус 1-ге тең болады. Енді 3 коэффициент анықталды. A 2-ге тең, b минус 1-ге тең, c минус 1-ге тең. Осы үшеуін біз мына жердегі A, B, C коэффициенттерінің орнына қоямыз. Мына жерге қоямыз. Яғни A 2-ге, B мен C минус 1-ге. Тең 2 бөлінген 2x минус 1 минус 1 бөлінген x плюс 1 минус 1 бөлінген x плюс 1-дің квадраты болады. B мен C-ның орнына минус 1-лерді қойып шықсақ, біздің бөлшек осындай болады. Сонда біз мынау интегралды мына түрде жаза аламыз. Интеграл 2dx бөлінген 2x минус 1 минус болады. Интеграл dx бөлінген x плюс 1, яғни мынаның интегралын табу үшін мыналардың әрқайсысын жеке-жеке интегралын есептейміз. Интеграл dx бөлінген x плюс 1-дің квадраты тең. Енді әр интегралды есептеудің бұл жерде қиындығы жоқ. Бірінші интеграл бізде 2 ln 2x минус 1 бөлінген 2-ге тең, 2 мен 2 қысқарып кетеді. Сонда бірінші интеграл бізде ln 2x минус 1-ге тең болады. Алынған екінші интеграл ln x плюс 1-ге тең болады. Үшінші интеграл 1 бөлінген x квадраттың алғашқы функциясына қоятын болсақ, плюс болып кетеді. Минус пен минус плюс болып кетеді. 1 бөлінген x плюс 1 болады. Плюс c. Тең. Екі логарифмді біріктіріп жіберуге болады. ln 1 модульдің ішіне ала салайық. 2x минус 1 бөлінген x плюс 1 қосылған 1 бөлінген x плюс 1 қосылған c.